Қадір түні 4 адамға періште сәлем бермейді. Қадір түні мұсылман үшін ең қасиетті түндердің бірі. Бұл түннің қадірі соншалық, бір түнде жасалған құлшылық 1000 айдан да артық деп айтылады. Бұл түн туралы қасиетті Құранда арнайы сүре бар. Құран кітабындағы сүре Әл-Қадір, Алла тағала бұл сүреде былай дейді: Қадір түні 1000 айдан да қайырлы. Бұл түнде жер бетіне мыңдаған періштелер түседі. Олар Алланы зікір етіп, құлшылық жасап жатқан адамдарға дұға жасап, оларға сәлем береді. Періштелердің сәлемі үлкен құрмет әрі Алланың мейірімінің белгісі. Бірақ өкінішке қарай, кейбір адамдар бар. Сол адамдарға періштелер сәлем бермейді. Яғни олар осы қасиетті түннің берекесінен толықтай құр қалады. Ғалымдардың айтуынша, 4 түрлі адам қадір түннің үлкен сауабынан айырылып қалуы мүмкін. Бірінші, ата-анасына қарсы шыққан адам. Исламда ата-ананың орны өте биік. Алла тағала Құран кітабында өзінен кейін бірден ата-ананы құрметтеуді бұйырады. Пайғамбарымыз Мұхаммед Алланың сәлемі болсын ата-анасына қарсы шығуды үлкен күнәлардың бірі деп айтқан. Кейбір адамдар бар. Ата-анасының көңілін қалдырады. Сөзін тыңдамайды. Құрмет көрсетпейді. Қартайғанда қарамайды. Міне осындай адам қадір түні қанша намаз оқыса да, жүрегінде ата-анасына деген өкпе немесе қарсы шығу болса, оның сауабы азаюы мүмкін. Қадір түннің алдында әр адам өзін тексеріп көруі керек. Мен ата-анамды ренжіткен жоқпын ба? Егер ренжіткен болсаңыз, сол түнге дейін кешірім сұрау ең дұрыс амал. Екінші, туыстармен араласпайтын адам. Исламда туыстық байланысты үзу ауыр күнә. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын былай деген: туыстық қатынасты үзген адам жәннатқа кірмейді. Кейбір адамдар ағасымен сөйлеспейді, әпкесімен ренжісіп жүреді, туыстармен араласпайды. Жылдар бойы сөйлеспейтін адамдар да бар. Бірақ қадір түні кешірім түні. Сол себепті осы түнге дейін телефон соғу, татуласу, кешірім сұрау өте үлкен сауап. Кейде бір ғана кешіріңіз деген сөз адамды Алланың үлкен мейіріміне жеткізуі мүмкін. Үшінші, арақ ішетін адам. Исламда мас қылатын нәрселердің барлығы харам. Алла тағала Құран кітабында арақты шайтанның ісі деп атаған. Арақ адамның ақылын, иманын, отбасын, денсаулығын бұзады. Қадір түні тазалық пен кешірім түні. Ал күнәға әдейі батып жүрген адам бұл түннің толық берекесін сезбеуі мүмкін. Егер адам шын жүректен тәубе етсе, Алла кешіреді. Алла тағала өте мейірімді. Төртінші, жүрегінде өшпенділігі бар адам. Бұл ең қауіпті нәрселердің бірі. Кейбір адамдар сырттай жақсы көрінгенімен жүрегінде қызғаныш, өшпенділік, жек көру, кек сақтау бар. Міне осындай жүрек қадір түннің нұрын толық қабылдай алмайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед Алланың оған сәлемі болсын жүректі тазартудың маңызын жиі айтқан. Егер жүректе кек болса, Алладан кешірім сұрап: Я Алла, жүрегімді тазарт деп дұға жасау керек. Қадір түнде не істеу керек? Бұл түнді бос өткізбей, мына амалдарды жасаған дұрыс. Намаз оқу, Құран оқу, дұға жасау, тәубе ету, адамдарды кешіру. Ең көп оқылатын дұғалардың бірі: О Алла, сен кешірімсің, кешіруді жақсы көресің. Мені де кешір. Қорытынды: қадір түні жылына бір келетін үлкен мүмкіндік. Бұл түнде тағдыр жазылады, дұғалар қабыл болады, күнәлар кешіріледі. Бірақ осы 4 нәрседен сақтану керек. Ата-ананы ренжітпеу, туыстық қатынасты үзбеу, харамнан сақтану, жүректе кек сақтамау. Егер осы нәрселерден арылсақ, қадір түні біз үшін үлкен береке мен кешірім түні болады.